Саламатсыңдар ма оқушылар? Апай, тағы да саламатсыз ба? Не болып жатыр мыяқта? Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң деп айтайын десем де болмайтын сияқты. Солай ма Мақпал? Ой, Насыр, қойшы. Апай, шынымен не болып жатыр? Неге мектепте емеспіз? Бұл жерде не істеп жүрік? Апай, енді осы жерде оқимыз ба? Әлде біз жоқ кезде мектепті бұзып қайта салған ба? Шынымен солай болуы мүмкін, ә? Шлей енді мектепті көтеріп алып басқа жаққа орналастырмаған шығар. Ой, қыздар, қойыңдаршы. Болмайтын әңгіме айта берме. Тоқтатпа, қайтесің? Біраз болған шығар ештеңе айтпағандардан. Бота, Карина кетіп орнын басайын дедің ба? Жалғыздың үні шықпас деуші еді. Осы Карина кетсе сендер сөйлегіш болады екенсіңдер. Осы сенің мақалдатып сөйлегенің маған тартқан ау дейме? Қойшы, Насыр. Мақпал, сендердің Кариналардың бар кезде де үндемей отқан емеспін. Енді сұрақтарыңызды қойып қойсаңыздар, апай айтатын дияқтан. Тағы да саламатсыздар ма оқушылар? Қазір бәрін ретімен түсіндіретін боламын. Бірінші орналасып алайық, Кешіріңіз, апай, мен осы жаққа жіберіп еді. Нел, кел. Рахаттың қасына отыра ғой. Как раз ештеңе бастамай сен күтіп отыр еді, кеп қасыма отыр. Басе досым, Насырден неге түсіп кетті десем? Досым, солай ғой. Мұнда не болып жатыр? Лаура, мұнда не болып жатыр? Сол сұрайын десе ешқайсысы мүмкіндік бермей жатыр ғой. Так, тыңдаңдар барлығын. Мұнда не үшін келгендерін түсініп тұрсыңдар ма? Осы құрып кеткір лагер үшін барлығын тастап келдік. Ең болмаса дұрыстап демалуға мұрсат бермеген нес? Осы жақта біреудің кінәлі екенін мен 100% білем. Және де ол кім болса да міндетті түрде тауып жазасын берем. Кім екені айдан анық белгілі емес па? Түннің ішінде, тем более қараңғыда не істеп, не қойып, не аралап жүрген кім білсін? Еще далада. Кәусар, бүкпелеп айтпай, айтасың ба, анық-анық нақ-нақ айтсай, міне мынау деп. Нұрбол аға, түк түсініп тұрған жоқсыз ба? Мен сізден кішкентай болсам да, мен түсініп алдым ғой. Сезім туралы айтып отқан жоқ па? Ерке, қойшы, и так сен сізде бұлғып атыр. Жай қыздар, кішкентай қыз емес па? Абыр-сабыр болмай, тынышталыңдар. Потом, Зарина, байқап тұрсам, тілін ұзын екен. Лагерде де үндеген жоқпын. Бізге приказ берердің алдында ойланып барып сөйлер, я? Ақылды құссың ғой, түсінесің ғой? Карина, қайтесің? Олар үшін өз сөзін шығындамай қой. Одан да асықпай өз еріктеріне жіберейік. Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз ба, апай? Апай, қалған балалар қайда? Болды. Аян, сізге жіберген барлық балалар түгел отыр ғой, я? Апай, вроде барлығы түгел, бірақ не болып жатыр? Қалғандар қайда? Апай, қалай сонда біз тағы да топқа бөліп тастаған ба? Сонда қайта лагерге барамыз ба? Барып керек емес. Тамақтардың түрі анау, не сет жоқ. Ол жаққа ешқайсысы барғысы келмейтін сияқты ғой. Лагерге бармауларыңызды Санжар ағайларыңыз шешеді. Санжар ағай қайда сонда? Ол кісі келмейді ма? Бізде осы мәселелер бойынша қазір жиналыс болайын деп жатыр. Ал сіздер төменде асхана бар. Сол жақта жейтін тамақтарыңызды алып отыра берсеңіздер болады. Ал мен қазір келемін. Қағайда тосын сөйдейсің ғой. Бағлан, қарның аша асхана бар, бір нәрсе жеп ал, я? Барлығы жақсы ма сенде? Не олды, көңіл күйің жоқ па? Шоколад жейсің бе? Жоқ, рахмет. Ас иесімен тәтті дегендей, мен де жігіт беріп тұрғанда же. Көңіл күйің көтеріліп қалар. Насыр, моментті жібермеймін дейсің ғой. Бұрын мұндайын жоқ еді ғой? Не олды сонша сендерге қыздар? Әлде бұл қызғаныш па? Мен сияқты жігітке бұл әншейін дүние ғой. Бұл ісің бағалауға тұрарлық екен. Амина, сосын Насырды Инстаграмға белгілеп салдым ба? Лаура, Анел қайда? Чоты, рахатта көрінбейді ғой. Мен жаңа екеуін бірге көріп қалғам, сөйлесіп тұрған еді. Бекер айттың ау. Лаура, сенде барлығы дұрыс па? Әлде біреулерсіз көңіл күйің болмай тұр ма? Мақпал, жайына жүрші. Саған бала көңіл күйімді түсіргім келмейді. Сосын
өзімен шатастырмаса, мен сен сияқты емеспін ғой, әркімді іздеп жүретін. Қалай әркімді іздеп жүретін? Сен мені кім көріп тұрсың? Вау, қыздар, сұлу қыздар. Неге барлығың агрессивный болып отырсыңдар? Нормально ма барлығы? Лаура, барлығы нормально ма? Жоқ, мен түсінбеймін ше. Айдың күннің аманында азаннан кешке дейін не үшін ұрса бересіңдер? Неге таласасыңдар, или кімге таласасыңдар? Маған ба? Нормально барлығы уайымдамаңдар. Карина, мынау сенің киімің емес пе еді? Жоғарыға қашан келіп едің? Төменде заттарымен бірге тұрған кім істеген мынаны? Ол жатыр өзі. Карина, не болды? Сенде барлығы нормально ма? Мынау сенің костюмің емес па? Не отыр яқта? Сендер ма істеп жүрген? Қайсың тез айт! Қалай сендер маршаған? Біз сендерді енді ғана емес па көргеніміз? Тағы да бір истеричка. Анел, бұл сенсің ба? Әлде 200 жүзілгенді қоймағансың ба? Айналайын, әр ойнаша. Мен сендерден басқа шаруам жоқ дейсің ба? Кім екенін біліп алып, өмір бойы өкінетіндей етем. Карина, болмайтын заттарыңды әркімнен көруден шаршамадың ба? Мүмкін өзің шығар, внимание жетіспей жасап алып жүрген. Қыздар бостан-босқа ұрса бермей қойындар, жай ғана киім ғой, тазалап тастауы болады. Жай ғана киім? Сонда сен ойынша бұл жай ғана киім ба? Еще тазаланады екен ғой, а? Ұстама, өзін тазалап жуып әкеп бересің. Жүріңдер қыздар. Карина, тоқта. Қыз баласы емессің ба? Киіміңе ие боламайсың ба не? Өз киіміңді өзің жуып ал. Сенің киіміңді ешкім жууға міндетті емес, қаршы? О, рахат. Биылға айтқан жақсы өнегелі сөзім болды ғой. Сенен бұндай сөз шығады деп ойламаппын. Әлде бұл аяңға айтқан тірліктерінің бірі ма? Егер сондай болса, менен жақсылық күтпе. Карина, әркімнен көре бермей нақтысын біліп алып сөйлесеш, сосын сенің проблемаларың бізге вообще қызық емес. Не болып жатыр? Қойыңдар болды. Барлықтарын киімдерін жинап төменге түсіңдер. Ертең, таңертең 9-дан бастап кешкі 6-ға дейін осы достық білім беру орталығында боласыздар. Неге екені ата-аналарыңызға түсіндірілетін болады. Төменге түсіңіздер тез. Марвол, қайтып барасың ба? Чё там бірге қайтпадық па? Ой, хорошо. Пока, Лаура. Удачи. Лаура, сен де қайтасың ба? Да жамырайын деп тұрма. Лаура, тоқташ. Рахмет шығарып салуға келіскеніңе. Сен мен оңаша сөйлесетіндігін күтіп жүр едім. Оңаша дейсің ба? Байқасам, лагерьде де оңаша сөйлесетін уақыттар көп еді ғой? Енді ол жақта ағай-апайлар болды дегенде ренжімеші енді. Жарайды онда. Ешін кетпейді, мына жерге жеттім. Сонда да рахмет шығарып салуға келіскеніңе. Жарайды онда, жеттім.